Құрметті тыңдарман, Өмірай арнасының бүгінгі жаңа әңгімесін тыңдап қолдай отырыңыздар. Нәзира қатты шошып селк ете қалды. Өрікпеген жүрегін қолымен басып, демін тереңінен шығарған сәтте өзі айдалада жалғыз қалып қойғандай сезім билеп, апалақтай жалт бұрылды. Ту, қорыққанға қос көрінеді деген осы-ау. Артындағылар жұмысын тоқтатып, тыныштық орнай қалған екен. Әйтпесе, киіз үйдің түндігі қатты желден желпілдеп тұрғаны қашан. Нәзира тізесі тірілдеп, әлі құрып бара жатқан соң жүрелей отыра кетті. Үрейленгенін сездіргісі келмей, бет құбылысын тезірек билеп алуға тырысты. Ондық шам жарығында төменнен қарағандықтан ба, үш еркектің тұлғалары зорайып, әр қайсысы бір-бір дәуге айналып кеткендей көрінеді. Дем алуға кідірген екен. Қаперлерінде ештеңе жоқ, алаңсыз әңгімелесіп тұр. Бергі сырықтай ұзын бойлы, сүйектері шодырайған арық жігіт қорқақтау сияқты. Алақандай көк көздерін алаң еткізіп, желпілдеген сайын түндікке бір аударып қояды. Ал анау қырын тұрған дудар шашты дембелше жігіттің түсі суық-ақ. Оны Нәзира мана алғаш көргенде аңғарып, тіксініп қалған. Сыз топыраққа шыр-шыр түкіріп қойып, ауыз-аузына жұқпай сөйлеп жатқанның өзінде өңіне бір жылулық жүгірмейді екен. Бетіне тіктеліп қарағанда өңменнен өтер ызғарынан кісі еріксіз қипақтап қалатын көз қарасы. Нәзира арқасынан құмырсқа жүгіріп өткендей тітіркеніп, тоңазып қусырына түсті. Құдайға шүкір, түсі суық болғанымен осы жігіт ана шалдың айтқанын екетпейтіндей көрінеді. Өзі де бір тонның ішкі бауындай адамды тартып тұратын иман жүзді, көк көздері көгілдір шуақ шашып, жез мұртының бір жалғысын қайырып әкеп, аузына салып сорып тұрма өзі. Орыспысың деген жүрегі орнына түскен. Әзер бұрылып, есік жабдығына сыртты бақылап отырған қалпына келді. Мынадай жерде қарауытып тұрған адам сұлбасына көз салды. Артындағылардың тұрысы ұзап кетті-ау. Масқара, көпір сыбырға көшіпті өздері. Не айтып жатыр екен соншалықты? Нәзираның жүрегі тағы зырқ етіп, әлде бір жаманшылық сезгендей тарсылдай соғып кетті. Мыналардың сыбырға көшуі тегін емес. Менде ақша барын біледі. Сол ақша қолдарына тию үшін жан қинап, тоң жерді қазып, несіне үрейленеді? Жалғыз қорғансыз әйел өзі тірі жанның көзіне түспеуді Құдайдан тілеп отыр. Күрекпен бастан бір қойып, мына топырақтың арасына итере салса, кім біліп жатыр? Өз ойынан өзі шошынған әйел тіс-тісіне тимей сақылдап кеткенде аңдамай қалды. Сырттағы құтырына соққан жел дыбысы мен үшеуінің күбір-күбір сөздері арасынан ұзынтыра естіп қалып басын бұрды. Оның қозғала бергенін әлде бір тылсым сезіммен сезінген Нәзира да сол сәтте жалт бұрылып бақырая қарады. Не, тоңдың ба? Нәзира тіл ауыздан айырылғандай бажырайып қалған. Сұрақ та санасына жетпеді. Осы бір істі қолға алған екенсің, шыда қымбаттым. Ұзын тұраның жүзінде бұған деген жаттық, өшпенділік байқалмайды. Жайма шуақ Нәзира енді ғана көзін төмен түсірді. Жалғыз лебіз есін жиғызды. Ұзын тұраның сөзі әсер еткендей. Ана екеуі де әңгімені тоқтатып, алақандарына түкірсіп, іске ыңғайлана бастады. Осынша қорыққанына ыңғайсызданған Нәзираның кейінен еңкілдеп тұрып жылағысы келді. Кемсеңдеген астыңғы ернін ауырта тістеп, бойын билеп, қайтадан сыртқа сығалай бергені сол еді. Артқы жағынан біреудің оқыс дауысы қатты шыққаны соншалық, онсыз да үрей үстінде отырған әйел талып түсе жаздады. Михайлич, не боп қалды? О, қарғыс атқыр, белінің құяңы тағы ұстады. Нәзира естіген сөзінің мағынасына біраздан кейін барып түсінді. Аллай, жүрек қабым жарылып кетпей, осы жерден аман шықсам болар еді. Маған не болды өзі? Осынша үркектеніп, құрсыншы,
Шал байғұстың белі кілтете қалдау шамасы. Уақыт өтіп барады. Таң қараңғысы сейілмей тұрғанда қаладан шығып кетуім керек еді. Налар асығар емес, тіпті әйтеуір бөтен ойлары жоқ сияқты. Сонда да болса қайтып есікке бұрылуға жүрегі дауламай қойды. Шал шегініп барып құйрық басыпты. Екі жігіт ынта-шынтасымен жер қазуға кіріскен секілді. Байқайды, күректері бастапқыдай шақылдап тимейді. Бос топыраққа жеткендей, Құдай қаласа енді жеңілдер. Тағы да өз-өзінен денесі түршіккен Нәзира қазылып жатқан жерге тіктеліп қарай алмай, көзін аударып әкетті. Анталаған үрейді сейілтпек болып, еске түссе, жаны шошитын жастық шағын ойлауға тырысты. Шіркін, сол шақ еске түссе, сонша көп уақыт өтпегенде сияқты. Ал шындап келгенде, тіпті бір кезде сондай алаңсыз бақытты шақты бастан кешкеніне сенудің өзі қиын. Жалған-ай дейтіндері осыдан екен ғой үлкендердің. Нәзира бір үйлі жанның алақанына салып, әлпештеп өсірген жалғыз баласы болды. Анасы ерте қайтыс болғанымен, әжесі мен атасы, анасынан кейін әйел затына көз салмай өткен әкесі үшеуі бірдей қас қабағына қарап, не ішем, не кием дегізген жоқ. Тіпті қалың елді өрттей жайпап, сентелтіп кеткен ашаршылық жолдардың өзінде бұл үй таршылық көрмеді. Балуан денелі қара күш иесі, сырт тұлғалары бір-біріне аумай қалған. Айырмасы бірақ бірі қара шашты. Атасы мен әкесі нағыз еңбек адамдар еді. Солардың арқасында әжесі бетінен қаны тамған қызыл бәйбіше атанып, ал Нәзира сәулетті қыз дәуренін еркін кешіп, бұлғаңдап бой жетіп келе жатқан. Онда Нәзира 16 жаста болатын. Ауданның маңдай алды тракторшы атанып, атақ абыройы асып төгіліп тұрған әкесін аяқ астынан облысқа шақырды. Бұрында осындай шақыртулармен Мәскеудің өзіне дейін барып жүретін. Неге екені Нәзира түсінген жоқ. Осы жолға сапарын үй іші үрейлене қабылдады. Әкесі кеткен сәттен бастап атасында маза қылмады. Тұндыраған үйдегі 3 жан әр дыбысқа елеңдеумен 10 күнде өте шықты. Көрер көзге қартайып, шөгіп бара жатқан атасы ақыры шыдай алмады. Нәзираны маңдайынан бір сүйіп, ұлының соңынан аттанды. Сұлтан ол да хабарсыз жоғалды. Жылай-жылай бұрынғы қызыл бәйбіше мүжілген қара кемпірге айналды. Нәзира аудан орталығында біраз мекемелердің табалдырығын тоздырғанымен ештеңе біле алмады. Екі азаматынан айырылып, жүрегі шайлығып қалған әжесінің зар еңіреп, етегіне жармасқанына қарамастан, облыс орталығына баруға бел буған қыз пойызға мініп тартып отырды. Көп қиыншылықпен түрме жағалап жүріп, әкесінің 10 жылға, атасының 4 жылға кесіліп, айдалып кеткеніне көз жеткізді. Естіген сұмдықтарына сенер-сенбесін білмей, тілін тістеп, үйіне оралды. Ақ тер, көк тер боп жұмыс істегеннен басқа зияны жоқ қарапайым шаруа адамдарының қалайша жауға айналып, саз бен сот айтқандай, қой терісін жамылған қасқыр боп шыққандарына қанша ойланса да түсіне алмады, сене алмады. Оқу енді адыра қалды. Басына іс түскен қыз қайрат қылып жұмысқа орналаспақ болып еді, жаудың қызына ондай өтінішпен бастықтарға барудың өзі қауіпті болып шықты. Бұрын көрген сайын еркелетіп, бір жылы сөз айтып қалуға ауыздары даяр тұратын таныс адамдардың бәрі ат-тонын ала қашады. Ақыры күн көріс қиындаған соң, әжесі екеуі омбы жаққа іштей тұратын ағайындарын сағалап көшіп кетуге мәжбүр болды. Бауырында еркелеп өскен, перзентіне пана бола алмағанына ұялғандай, көгілдір көкше мұңға оранып қала берді. Бәримен соғыс басталар алдында қосылды. Соның алдында ғана әжесінің 40-ын өткізген қыз бұдан әрі біреудің үйінде тұра алмады.
Паналаған ағайыны жетім қызды олжа көріп, жер ортасынан асқан жарместеу туыстарына ыңғайлай бастағанын сезіп, қыз жаны түршігіп, содан бәриді көшеде кезіктіріп, хал сұрағанда жағдайын жасырмай жайып салып, жәрдем тілеген панасыз балапандай бауырына тығыла түсіп, жылап жіберген. Бәри осы ауылдың баласы. Қазір қалада әжептәуір бір мекемеде қызмет істеп жүрген еті тірі жігіт еді. Ол сол жерде-ақ қызға іңкәрлігін білдірді де өз үйіне алып жүрді. Сөйтіп, Нәзира ойламаған жерден бақытын тауып, өзі іште ұнататын адамның босағасын аттап келін болып түскенді. Алайда бағы жанбайын десе болмайды екен. Тағдырға не дауа. 3 күннен соң қарғыс атқыр соғыс басталды да, Бәри майданға аттанып кете барды. Әлі бауыр басып үлгермеген жарының, кәрі ата-анасы мен інісінің бағым күтімін мойнына артқан Нәзира қала берді. Бәриді аңсаумен өткен 5 жыл ішінде кәдімгідей есейіп, үлбіреген нәзік бойжеткеннен аяқ қолы балғадай қай жұмыстың болмасын көзін тауып, жапырып жіберетін қайратты келіншекке айналып шыға келді. Соғыс аяқталуға жарты жыл қалғанда оң аяғын сүйрете басып, Бәри оралды. Алғашқыда Бәри өз келіншегін өзі танымай, таңданады, тамсаны қараумен жүрді. Қанша қараса да, алғаш үйленген кездегі нәзік те ұяң, балғын қалпын көре алмай дал болатын. Бозала таңнан тұрып, қара кешке салпақтаумен жүретін келіншегін шынымен аяп, қолынан келгенше көмектесуге тырысатын. Бәри майданнан келе есепші болып орналасқан. Нәзираның да көңілі орнығып, күйеуі екеуі жаңа қосылған жастардан бетер татулық пен күн кешіп жүрген. Бейбіт шақта ойламаған жерден тағдыр бұлты төбесіне тағы үйірілгені. Қоймадан 5 тонна астық кем шығып, кеңшар директоры, парткомы, бас бухгалтер Бари үшеуін айдап әкетіп, жауып тастады. Не де болса бір арамдықтың жүргені анық еді. Анау екеуі аман есен қайтып келді де, талай жыл ел билеп келе жатқан адамдардың барлығы үшін бас бухгалтерлікке көтерілгеніне 3 ай болған тәжірибесіз жас жігіт жауапқа тартылды. Нәзира беттің арын белбеуге түйіп, аяғы жеткен жерге дейін ізденді. Аузы жеткенше айтты. Қай жерге бармасын, сыз қабақ, көкбеттеніп алған біреулер бір-біріне сілтейді қарап отырады. Істің оңға баспайтын сезгендей, сол кезде өзі де тынымсыз тартып, жүрегінің суылы бір басылмай қойып еді. Не керек? Ақыры Бәри 10 жылда арқалап кете барды. Омбының түрмесінде жатқан күйеуімен жүздесуге Бәри ұсталғаннан бері 7 айда әрең қолы жетті. Бәри жаман жүдеп қалыпты, жасып, жанарымен жер сипай береді. Жаралы аяғының сырқырап ауырып жүргенін айтып шағымданды. Екеуінің сөздері өрбімей қойды. Сөйлескеннен көрі бір-біріне қабақ астынан ұрлана қараулары басым болды. Тек қоштасар сәтте ғана Бәри кенет қатайып, бір түрлі жарық-шақ дауыспен: «Нәзира, мен саған түк жақсылық көрсете алмадым. Кешіргейсің қалқам. Мен енді біткен адаммын. Жаралы аяғымды сүйретіп, ит жеккенге айдалар шамам жоқ. Жазықсыз екенімді білесің. Інім саған аманат. Сүйегім апамның қасында жатса», деді де, қайтып жағы ашпастан: «Бәри, неге олай дейсің? Бәри», деп жан ұшыра ұмтылған әйеліне мойын бұрмаған күйі, өзін итермелеген милиционерлердің алдына түсіп, басы салбырап шығып кетті. Нәзира сол күні түннің бір уағына дейін түрменің маңынан кете алмады. Мынау танымайтын жерде біреу-міреу жазым етер-ау деген қорқыныш миына да кіріп шыққан жоқ. Сым қоршаулы, сұсты үйді шыр айналып жынды кісіше жүрді де қойды. Осынау тас қапастың түкпірінде бәрін бір топ адам алып шығып,
бауыздап жатқандай елестейді көзіне. Содан да айналсоқтап кете алмайды. Не бітірмек болып жүргені өзіне де беймәлім. Тек түн ортасы ауып, қала көшелері толық тыныштық құшағына енгенде ғана өңтессіз жас әйел сенделе басып жатақ үйіне жаяу қайтты. Нәзира ауылда да тыншай алмады. Бар үйдің соңғы сөзі құлағында ызыңдайды тұрады. Сел соққан балықтай күзгі жиын терін аяқталысымен-ақ қалаға астық тартқан керуен келесіп тағы жолға шықты. Бәреге енді жолықтырмайтын білгенімен ішкі бір сезім жүрлеп қолды-аяққа тұрғызбады. Иә, сезім алдамаған екен. Тұтқын бәре тақыр басып, қазаның 3 күні қайтыс болды. Қайтыс болу себебі Нәзира осы сөзді көптен күткен, солай болуға тиісті жаңалықтай қабылдады. Айтарын айтып болып, өзіне сынай көз тіккен түрме бастығының таңданысына орай келіншек өкіріп жыламады. Төсі сырлана түскенімен бойын билеп, салқын дауыспен «Қайда жерленгенін айтыңызшы, сүйегін алып кетуіме бола ма?» деп сұрады. Түрме бастығы қазақ елінің мына мінезіне таңдана тұрып, жетегіне қалай еріп кеткенін өзі де аңғармай қалды. Бұрыштағы темір сандықты ашты да, ішінен бір журналды ақтарып қарай бастады. Бәре тақыр басып, қаланың оңтүстік шетіндегі зиратқа жерленген екен, деді ол бір мемлекеттік құпияны ашып тұрған адамдай сақтана сөйлеп. Сонысын өзінің кім екені есіне түсіп, бойын тестіктеп алды да, дауысына зіл араластыра, бірақ сүйегін алып кетуге рұқсат жоқ. Бір шұңқырға бірнеше адам жерленген, сондықтан ауылыңа қайтып, Құдайға құлшылығыңды жасай бер, деді. Бастықтың айтқанына құлай сеніп, иек етпейтіндей шырай танытқанмен, түрмеден шыққанда Нәзира бір іске мықтап бекінген еді. Бәре соңғы аманат сөзінде айтып еді-ау, апамның қасында жатсам ба деп, қайтсем де оны ауылға жеткізуім керек. Бірнеше адамды бір шұңқырға лақтыра салыпты. Тым құрыса қара жердің қойнында еркін жатуында көп көргендері ғой. Нәзира енді бөгелген жоқ. Жаяулап жалпылай жолай кезіккен көліктерге мінгізе жүріп ауылына жетті. Келе сала сиырын сойды. Соғыстан әлі еңсе көтере қоймаған жүдеу жұрт сиыр етін пышақ үстінен бөлісіп әкетті. Жалғыз биеге үсті тегіс орыс арбаны жегіп, әжесінен қалған киіз үйді тиеп, қайнысын қасына алды да, ешбір жанның көзіне түспей, тас қараңғысында ауылдан шығып кетті. Атасына ауыл шетіндегі зиратта жатқан анасының қасынан бәреге орын даярлап қоюды тапсырды. Нәзира қалада қажетті адамдарға ақшаны аямай тықпалай жүріп, бәредің қабірін тауып алды. Бұған дейін де талай қуынып, адам мінезінің ұңғыл-шұңғылын біліп қалған келіншек ақша қандай құпияны да ашат деп сенген еді. Ойланғанындай, зират жақ шеттегі бәкене үйде тұратын қартаң орыс шалын оңашалап ұзақ сөйлесті. Алғашқыда ол шоршып түсіп, безілдеп маңайына жолатпай қойып еді. Ақыры оны да ақша мысы басты. Бірақ жалғыз өзінің шамасы келмейтінін, кемі 2 адам тағы керек екен айтты. Нәзира оған қарсы болған жоқ. Тек сенімді жандар табуды өзіне тапсырды. Түн ортасынан ауып, ұжым-жұрт тыныштық орнаған кезде күндіз көріп кеткен қабір басына қайнысы екеуі киіз үйді құра бастады. Өмірі киіз үй тігіп көрмеген баланың қайбір көмегі болушы еді. Нәзира үйді жалғыз өзі дерлік көтерді. Шам сәулесі көрінбесін деп киіздерін мұқият қымтады. Содан кейін қайнысын күзетке қойып, 3 орыстың суын ала ішке кірді де, шам жақта жерленгелі 10 күндей болғанымен, шалдың жалғыз шамасы келмейтін рас екен. 3-4 күн бойы үздіксіз жауған жауын, одан кейінгі қақаған қара суық топырақ бетін тастай қылып қатырып тастапты. Күректер тасқа тигендей шақылдайды. Нәзира бүгін ерекше ширығып алған.
өңі суып, көз жанары от шаша қарайды. Мына қабір астында бәрі жатқаны да жүрегін селт еткізер еместей. Есілдерді қазып алатын алып, арбаға салып, жұрт көзіне түспей ауылына шығып кету. Басқа ештеңені ойламауға бекінген сыңайлы. Секір деймін, шірік. Нәзира ұйқыдан оянып кеткендей басын көтеріп алды. Астапыралла, мыналарға не болған? Екі жігіт жағадан ұстасып қалыпты. Дембелше жігіт дүлей ашуға мінген секілді. Аяқ қолын бірдей жұмсап, ұзын тұраның жанын қояр емес. Ол байғұстың қол жұмсауымен қорғануы басым сереңдеген ұзын қолдарымен ананың темірдей жұдырығын өзіне тартпауға тырысып жүр. Нәзира орнынан тұрып Шұңқырға мойнын соза қарады. Мәссаған, болып та қалыпты ғой. Енді мына екеуіне не жетпей қалды? Атай, не болды? Деп сұрады. Анадай жерде кіржиіп отырған шалдан. Әй, қойсаңдашы Құдай үшін, деді шал сарт-сұрт қойғыласып қалған екеуге жеке сөйлеп. Қабірге түсуге қорқады. Түге, мына белімді көрмеймісің, сіресіп қалғанын. Әйтпесе өзім-ақ. Шал сөзін күбіжей аяқтап жерге қарап кетті. Осы кезде дембелші жігіт бар пәрменімен атылып түсіп, қарсыласын, басын, көзін демей бұлшылдатып соғып жіберді. Ұзын тұраның мұрнынан қан сулай жөнелді. Қатты соққыдан ес ауып, есеңгіреп барып, үйеулі топыраққа отыра кетті. Ана жігіт қасында жатқан арқанды көз ілеспе жылдамдықпен оны мойнына сарт еткізіп іліп алды да Шұңқырға қарай сүйрей бастады. Ол төрт тағандап шірене шегінеді. Мұрнының қаны омырау жауып кеткен. Қылқынып, қансырап өлуге бар. Бірақ Шұңқырға тірідей түсетін түрі көрінбейді. Беті қызыл күреңденіп, ісініп барады. Нәзира шошып кетті. Жүгіріп барып, арқанға жармаса беріп, бір қолымен бұзық жігітті өңменінен түйіп те жіберді. Абырой болғанда, ол әйелге қарсыласпай арқанды жібере салды. Нәзира енді ойланған жоқ. Арқанның бір ұшын беліне шарт түйіп байлап алды да, тілі жеткенше білген аятын оқи жүріп, Шұңқырдың бұрышына қарай секіріп түсті. Қара көлеңке бір қабат жұқалтаң топырақ астында қара қоңыр шүберектерге оралған адам денелері байқалады. Бесеу екен. Шамды жақындады. Өз дауысы бөтен біреу сөйлегендей күңгірлеп қорқынышты естілді. Санасының терең түкпірінде бой көтермек боп бүлк еткен әлсіз ғана бір түйсікті сол мезетте-ақ тас пен аяусыз бастыра салғандай. Сол сәтте ішкі арпалысы сезініп үлгергенше дембелше жігіт ылып еткізіп шамды алып келді де еңкейе беріп жарық түсірді. Бисмилля, Нәзира шеткі шүберекті аша бастады. Адамның басы, бірақ бөтен, бәрі емес. Еппен қайта жапты да екінші дененің бетін ашуға кірісті. О, қазақ сияқты, бірақ бәрі емес. Шүберекті жаба бере, өзіне өзі сенбегендей сәл кідіріп қайта ашты. Иә, қазаққа ұқсайды екен, бірақ бәрі емес. Жоқ, ол емес. Тұмандана бастаған көз алды. Төртінші дененің бетін аша бергенде жарқ ете қалды. Бәрі. Өзі көз тоқтатып қарай алған жоқ. Тез жаба салды да беліндегі арқанды шешіп сірескен ағаш сияқты дененің кеуде тұсынан бір байлады. Аяқ жағынан қолымен топырақты аршып босатып алды да тізелігі тұсынан тағы бір байлады. Бойын тіктеген сәтте көз алды қарауытып құлап қала жаздап барып суық көр қабырғасына сүйенді. Үш еркек те үңіле қалыпты. Әйелдің созған қолына таласа тармаса ұмтылысып кеп жеңіл көтеріп алып кетті. Соң арқанмен саумалай тартып бәлейдің денесін алып шықты да үн-түнсіз қабірдің топырағын жабуға кірісті. Тіпті шал да құяңын ұмытып кеткендей қосыла қимылдап жүр. Жас топырақ томпайып қалды. Еркектер қағынып сілкіне бастағанда Нәзира үйдің соңғы кезін сыпырып та болған еді.
Үлкен киізге жігіттердің көмегімен Бәридің денесін орап, екі жерінен байлады да арбаға апарып салды. Екі жағынан үйдің ағаштарын үйіп, киізбен бастырып, мықтап таңып тастады. Бұл кезде түні бойы ұйытқыған жел басылып, төңірек бозамық тартып қалған еді. Нәзира күпәйкесінің қойынан шүберекке түйілген ақша алып, қалт-құлт еткен шамның жарығында шалға санап берді. Екі жігіт сұғанақтанбай аулақ шығып кетті. Нәзира болса, бағана осы адамдар жайлы ағат ойлап, есі кете қорыққанына шын ұялды. Шал Нәзираға алғысын айтып, ризалығын айтып, тауыса алмай, қозғалай берген арбаға жойыныңдай басып, біраз ілесіп барып қалды. Күзгі қою тұман арасынан қылаң атып, таң сәулесі білінген шақта, шық көмген қатқақ жолмен тағалы тұяғын қадай басқан жирен бие салдырлақ арбаны бойым құрлы көрмей жорғалап келе жатты. Делбені қымтай ұстап, бет қарған ызғарды елемей қақшиып отырған келіншекке бір кезде жан біткендей болды. Жалт-жұлт бұрылып артына, жан-жағына қарады. Өзіне тығыла түсіп отырған қайнысының көзінде мөлт еткен жасты көрген кезде ішінде бірдеңе аунап түскендей сезінді. Сорлы жүрек, сен әлі тірі екенсің ғой, мазаңды алғаныма ренжи көрмеші. Бәри тыныш жатқызбады деп назаланбашы, мен сорлыға. Өзіңнің соңғы тілегіңді орындаймын деп едім. Түн жамылып, ұрланып болса да, өз қолыммен ақ жуып, арулап тапсырайыншы деп едім. Жер қойнына. Бейбағың басыңа барып, мұң шерімді ақтарғанымда, бір аунап түссең де, туған топырағың жамбасыңа мамықтай тиетін болсыншы деп едім. Жаным, талайсыз туған мен сорлыға сенің жақын жерде жатқаның ғана жұбаныш болар. Ендігі жерде әйелдің бұдан әрі сөйлеуге шамасы келмей, ширыққан жан жүйесі босап, күйеуінің шын өлгеніне көзі жаңа жеткендей, хабарын жаңа ғана естігендей, егілдей келіп, өз қолымен көрден қазып алған жарын өлдіге қимай, үзіле-үздіге саңсыдай келіп, ақ жаулықты әйелдің темірдей тегеуріні босап, бас еркі өзіне тигенін сезгенімен жиренбей босаңсымады. Ауылға асыққан жануар жас жесірдің от жалындай шарпыған зарынан қорғаныш іздегендей, қою тұманға оранып, тұмшалана түскен боз даланы төрт тұяғымен дүбірге бөлеп, ентелеп, желіп келе жатты. Әңгіменің соңы. Құрметті оқырмандарым, зейін салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Өз ойларыңызды төменге жаза отырыңыздар. Келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.